Қайырлы күн, достар. Бүгін біз кешкі асқа 30 минутта дайын болатын гнездо с фаршем деп аталатын сондай дәмді тағам дайындаймыз. Бізге бұл тағамды дайындау үшін 300 грамм фарш, үлкен жуа және де салангали деп аталатын макарон қажет. Дайын салангали макарондарымызды ыңғайлы болсын деп тақтайшаға қойып аламыз. 300 грамм фаршқа үлкен жуаны майдалап турап, үстіне тұз, бұрыш, паприка, жұмыртқаны қосып, әдемілеп араластырамыз. Егер сіздерге видео ұнап жатса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қазақ тілдегі контенттің дамуына үлес қосып, мені міндетті түрде қолдап кетіңіздер. Фаршымызды араластырып, дайындап қойдық. Енді мына гнездо деп аталатын макаронның ішін фаршпен толтырамыз. Дәл осы видеодағыдай етіп. Менің каналыма әлі де тіркелмеген көрермендер болса, төмендегі қызыл подписаться батырмасын басып тіркеліп қойыңыздар. Осылай барлық гнездо макарондарымызды фаршпен толтырып шығамыз. Енді менде кішкене жуа артылып қалды. Қызып тұрған қазанға шемішке майды құйып, жаңағы қалып қойған жуамызды салып қуырамыз. Егер сіздерде жуа артылмаса, жаңадан бір жуаны майдалап турап қосасыздар. Енді әрі қарай бір түйір сәбізді, бір түйір помидорды, бір түйір картопты төрт-бірштеп турап, осылай қосып, маймен әдемілеп қуырамыз. Енді дәмін келтіру үшін үстіне тұз, паприка, дәмдеуіштерді қосып, әдемілеп қызартып қуырамыз. Қып-қызыл қып қуырып болған соң, бетіне жаңағы дайын болған біздің гнездо с фаршем макарондарымызды әдемілеп қойып шығамыз.
Міне осы видеодағыдай қойып шығамыз. Үстіне міндетті түрде қайнап тұрған су құямыз. Қатты отта 5 минут пісіреміз. Содан кейін астын жай басып, жай отқа қойып 7-8 минут пісіріп аламыз. Біздің гнездо с фаршем деп аталатын кешкі асқа осындай дәмді тағамымыз дайын. Кешкі асқа міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте тез, жылдам дайындалатын тағам. Оның үстіне сондай дәмді болып шығады. Ас болсын. Назарларыңызға рахмет.